мынау көлмен сырласу деген өлеңде оқиын. Балқаш көлі біздің Қазақстандағы енді бір жауһары ғой. Көлді біз қазақ халқы болсын, еліміз болсын, осы көлді көздің қарашығындай сақтауымыз керек сияқты. Өйткені бұл елдің жердің байлығы. Енді көлмен сырласу деген өлең ертеректе жазған мен. Ей, кәрі балқаш киелім, сабырыңнан сарқыт берір, мына мендей ұлыңа. Арына қатты өмірмен алса келдім жылына, көзіңнің салмай қырында бүк түсіп сен де бұрылма. Байлауға келмес ғұмырдың жалғауын іздеп ұрындым. Ей, кәрі балқаш, әділдіктің жоқтығына мен де өзіңдей күйемін. Сен табиғат анасың, мен кеудемсоқ перзентің. Құшағыңда сайран салып ер жеттім де жармастым жағаңызға. Бұдан бақыт сірә біз табармыз ба? Табын дедім жер ана, табын дедім адамға. Адам құдай, құқы жүреді ғаламға. Бұдан өткен бұлар мекен ағаттық, сайын дала жатты соны мазақ қып. Соным үшін бүгін іштей күйемін, айдыныңнан сүйемін. Кешір бізді, кешір алсаң киелім. 1949 жылы дүниеге келген, мынау қазіргі Ақтоғай совхозы деп аталады. Ол кезде ол Қоңырат совхозы деген екен, кейіннен Ақтоғай совхозына қосылған Кенелі деген жерде. Әкем сол кезде Маладығының басшысы екен. 49 жылы Қарашада дүниеге келдім. Енді біздің руымыз Тобықты, Арғын білеміз, Арғынның ішінде Тобықтымыз. Осы көлдің жағасында, осы Балқашта біздің әргі аталарымыздың көбі осы жерде тұрған. Мен осы Балқашқа 80 жылдары келдім. 80 жылдары келіп Балқаш телестудиясында қызмет істедім. Балқашта сол телевидениеда бір көп жылдай қызмет жасадым. Сол кезде бізде бір жұмысшы әулеті деген хабар болатын, тележурнал. Осы тележурналға қаладағы көп жыл жұмыс жасаған алғашқы құрылысшылар туралы тележурнал болатын. Сол кезде сол жаңа тележурналды ұйымдастырып жүрген кезде мен жаңағы алғашқы құрылысшылардың әңгімелесіп, солар туралы олардың өмір тарихын, осы біздің қала қалай құрылды, қалай салынды деген хабардың. Сол әңгіме арасында ақсақалдар маған сол аштық құрбандары туралы, ашаршылық туралы әңгіме айта бастады. Негізі менің өзімнің әкем Қалилы Башар деген кісі, ол кісі де ашаршылықты көзбен көрген, аштық туралы білетіні, басынан өткерген бүкілесін. Нағашы атам Молдақан ақсақалда ол кісі де ашаршылықты көрген, қуғын сүргінді көрген. 28 алғашқы конфиске болған кезде ол кісі сол тәркілеуге жатып, содан ұсталып кеткеннен кейін, содан НКВД-ның жендеттерінен қашып шығып, бір 5 жылдай Қырғызстанға өтіп кеткен екен. Қырғызстанға өтіп 5 жылдай сояқта жүріп, аяғында одан болмайтын болған соң, бұяқта енді бала шағасы қалған соң, қайтадан келіп үкіметке беріліп, оны ол кісіні 10 жылға соттап жіберген. 10 жыл сол несін өткеріп, 44-ші жылы елге аман-есен оралған екен. Бірақ ол кісілер өздерінің басынан өткерген сол уақыттағы ғаламат жаңағы ашаршылық туралы да, қуғын сүргін туралы да айтқан емес. Атам марқұмнан мен бір рет сұрадым сондай туралы әңгімені. Сонда ол кісі айтады маған, оны қайтесің, орысшаңды оқи бер. Ана өзіңе бәле болады деген сияқты соны айтпады. Енді жаңағы жоғарыда айттым ғой, жұмысшы әулеті деген хабарда не жасап жүрген кезде осы алғашқы құрылысшылар Жұмаділ Мақаев деген, Әбу Әли Ағдарбеков деген кісі, Нығметжан Қарсыбеков деген ақсақалдар. Осындай үлкен кісілер, ал комбинаттың құрылыс тресінің, осы қаланың іргетасын қаласқан адамдар, сол кісілер қаланың тарихын жақсы білетін адамдар ғой. Сол кісілер осы ашаршылық туралы айта бастады. Мен ақырындап сол кісілерден сұрай бердім. Бірақ енді ол кезде оны ешкімге айта алмайсың, жаза алмайсың, сондай жарыққа шығарамайсың, ол сондай уақыттан енді. Кейін мына еліміз тәуелсіз қалған кезде мен осы әңгімеге тағы да оралдым. Жаңа тақырыпқа, ашаршылық туралы. Бірақ енді ол кезде бәлендей бірдеме жазам деп ойлаған емеспін. Негізі осыны зерттедім. Содан осы 2016 жылы
осы тақырыпқа оралып осыны жаза бастадым. Тағы да көптеген деректер жинадым, білдіңіз бе. Соның нәтижесінде осы «Қабір үстінде зұлмат» деген повесті жазып шығардым. Бұл енді тарихи өмірдің шындығы. Тарихи өмірдің шындығы, әдеби шындыққа айналдырды деп ойлаймын. Ал енді сол мынау 30-шы жылдары Жабайдың Сәдуақасы деген кісі, мынау тоқырауын бойында тоқырауын көтерілісі деген бар. Ел ішінде оны уық көтерілісі деп те айтады. Сол тоқырауын көтерілісін ұйымдастырған жаңағы Жабайдың Сәдуақасы деген кісі. Бұл кісілер, Жабайдың Сәдуақасы деген кісі Жабай Ақсақал, Жабай Құмалақов деген ертеде өмір сүрген болыстың орынбасары болған, сондай әлеуетті әуле, мықты бай әулет болған ғой енді. Сол кісінің баласы жаңағы Жабайдың Сәдуақасы немересі. Бұл кісі алғашқы екінші думаға сайлау болған кезде, сонда ол кісі выборщик болып қатысқан тоқырауын болысынан. Мені осы кісі көз ашық адамдар сол үкіметтің сол уақыттағы жаңағы саясатқа, мынау жаңағы елді конфискаға, осының бәрі аштыққа алып келе жатқан бір зұлматтың салқынын көрген шығар, сезген шығар, осында елді көтеріліске бастаған. Үлкен бұл тарихта бар, тоқырауын көтерілісі деген, жаңа айтып отырмын ғой, уық көтерілісі деп айтады ел ішіндегілер. Ол кезде кішкене енді уық. Өйткені уық көтерілісі деген сөзде онда олардың қолында мылтық болмаған. Олардың бәрі ана уықты кесіп, соны иықтарына асып алған ғой, мінекей. Соны уық көтерілісі деп айтып жүргендер сол. Енді олардың бәрі күшпенен басыла, не жасайды, тоқтатылады. Жабайдың Сәдуақасын кейін жаңағы қатарысқандарын көбін түгел қуып жүріп, НКВД-ның жендеттері атып өлтіреді. Тіпті далаға атып тастағаннан кейін олар сүйегін ала алмайды. Сүйегін ала алмайды. Сол күннің астында сөйтіп жатады. Енді мынау кітапта оқыған, мен кітаптағы мазмұнын түгел айтып шығу маған қазір міндет емес шығар, бірақ осында кітапта олардың қалай өлтірілгені, тіпті басын кесіп әкеткеніне дейін соның бәрі жазылған. Жабайдың Сәдуақасы деген мынау Қайдар Арыстанбеков деген кісі болған, академик, белгілі мемлекет қайраткері болған кісі. Бұл кісі сол Сәдуақасының інісі Арыстанбек дегеннің інісінің баласы, білдіңіз бе? Кейін еліміз тәуелсіз қалғаннан кейін ол кісінің жаңағы дересіндегі ұрлап жасырын көмген ғой, сол жерден алып кеп, мына жерде осы Жұмағұл басында жаңағы інісі Арыстанбектің қасына жерлеген, білдіңіздер ме? Енді ашаршылық біздің елімізде, қазақта бұл енді көп жылдардан бері жазылмай, айтылмай, жабық тақырып болып келген, ол айтылмаған. Шын мәнінде бұл ғаламат аштық. Сол кезде қырдағы ел, мал, енді көшпелі ел тек қана өзі малменен жан сақтап отырған ғой. Малын тартып алғаннан кейін олар қайда барады? Аштықтан содан осы көлге қарай, ол кезде жаңадан салып жатқан Балқаш құрылысы комбинат. Сол осы жерге ағылады осылай қарай. Бұяқта да әрине оларды тосып тұрған ешкім жоқтын. Олар жете алмай, Сахараның ұзын қаншама құме дейін даланы қиып өте алмай, аштан далада саусап жатады. Енді бұл енді үлкен елдің, халықтың бұсына төнген нәубет. Міне кейбіреулер айтады, бұның бәрі сол біздің өзіміздің қазақтың белсенділерінің бірін сондай бір көрсеткен, бір анау дейді, бұл ондай емес. Бұл сол кездегі қызыл террордың, партияның қазақ халқына қастандықпен қолдан ұйымдастырған аштаршылығы. Күлді малын тартып алып, аштыққа қалдырып, осындай жасаған. Міне біздің халқымыз осындай ғаламат нәубетті бастан өткерді. Бұл біріншіден қазақтың ұлттық рухын сындыру үшін, қазақтың жадын өшіру үшін жасалған сондай зұлымдық деп мен солай ойлаймын. Енді өзі аштықтан кейін, қазақ аштықтан кейін, аштыққа дейін бөлуге болады. Аштыққа дейін жаңағы Жабайдың Сәдуақастары, жаңағы кісілер қолдарына мылтық емес, уық алып,
совет үкіметіне қарсы соғысып жүрсе, білдіңіз бе, бұл олардың рухының мықтылығы, рухының сынбағандығы сондай. Ал енді онан кейінгі қазақтар қандай? Онан кейінгі қазақтар ондай бола алған жоқ. Білдіңіз бе? Мінекей, бұл біздің халқымыздың басына түскен бір зор қиянат. Бізде мынандай сөз бар ғой, бір өткенді білмесең келешегің бұлдыр деген. Міне сондықтан өткен тарихыңды білген дұрыс. Ол келешек ұрпақ үшін керек. Біз ашаршылықты неге айта береміз, неге жаза береміз? Бұл біріншіден осындай зұлмат қайталанбасын. Осындай зұлматты бізден кейінгі ұрпақтар, бізден кейінгі қазақ көрмесін, қайталанбасын, осыдан сабақ алсын. Бұл деген сондай мақсат, сондай мағана деген нәрсе деп ойлаймын. Сосын енді ашаршылық болмады деп айта алмайды ғой, оны ешкім де жоққа шығарамайды. Енді совет үкіметінің кезінде оны жасырып, айтқызбай, айтқан адамды айдап жіберіп, темір торға тоқытып жіберіп, сондай қорқынышпенен, үрейменен өмір сүрді ел. Енді біз еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін елдің тарихы, ұлттың тарихы, оны ешкім жоққа шығарамайды. Болған оқиғаны айту керек деп ойлаймын. Енді мысал үшін қазір біздің мына жаңағы Қарамұрын деген жерде сол 30 жылдары, алғашқы жылдары қалаға дейін, қала статусын алғанға дейін сол жерде кигіз үйлер тұрғаны рас. Қырдан келген, қырдан босып, ашыққа ұрынған адамдар осында келіп көлдің жағасына бір балық жесек те өзегімізді жалғармыз, аштан аман қалармыз деген бір болымсыз үмітпенен осылай қарай ағылды ел. Бірақ олардың көбі жете алмай қалды. Ал жеткендерінің өздері жаңағы тігілген кигіз үйлердің іргесінде осы жерге жетіп өлгендерін түгел жаңағындай сол кезде арбамен жүріп, ылғи таңертең ертеректе өлген адамдарды үйдің арасынан аралап жүріп апарып, тиіп апарып, жаңағы Қарамұрынның қазіргі анау ескерткіш қойған жер, ол нақты соның іргесі емес, ол бер жағы. Одан әрі қарай шамамен бір 150-200 метр дейін екен, сондай анау Қарамұрын төбесінен әр жағындағы, күншығыс жағындағы іргесінде үлкен ұрағып қазып, сол жерге өлген адамдарды тастаған. Көмген емес, тастаған үстеріне сонан кейін неменедегі извес ақ күйіп тастайды екен. Енді сөйтіп сол жерге жерленген. Енді сол осы тәуелсіздік алғаннан кейін сол жерге мен қаламыздың белгілі ақсақалы Әлихан Жангиров деген кісі бар еді. Темірхан, Арақшан Темірхан деген ақсақал бар, Спимұхамбет Жәнібекұлы деген кісі бар. Сол кісілер мен сол жаңа Қарамұрынға алып бардық. Сол жерде Әлекең Құран оқыды. Сонда айтты, кейін деді, кейін өш жердегі аштық құрбандарына бір белгі қоятын болсаңдар, өш жерге қойсаңдар дұрыс болар еді деп. Әлекең көзінің жасын сүртті. Ал Әлихан Жангиров деген кісі, мен о кітапта Елхан деген адамның несіменен суреттеледі. Негізі ол өзі жиынтық образ, бірақ негізі мен сол Әлекеңнің образын алғанмын. Әлекең аштықты көрген, 9 жасар бала екен, осылай шешесінің қолынан ұстап осылай қарай келгенде. Білдіңіздер ме? Ол кісі зұлматтың бәрін көрген. Білдіңіз бе? Мына жерде көп нәрсе сол кісінің көз алдыменен өтеді. Міне осындай адамдар жаңағы жердегі аштықтық құрбандардың қай жерге жерленгенін тікелей айтып сонда кетті. Ертеде бір рет бір ақсақал айтты маған. Біреу мына ет комбинаты ана жерде. Ет комбинаты бар. Соның алдында күзетшісі көреді ғой, біреу адамның бас сүйегін белесветінің артына салып кетіп бара жатыр екен. Қайдан алдың деп сұрайды ғой, астапыралла, қайдан алдың мынаны деп. Сонда ана жерден алдым дейді. Сол жерде сол жаңағы ненің іргесінен сол кезде құрылысқа топырақ алып жатқан екен. Экскаватор тұрған, топырақ алып қазып жатқан. Содан шығып қалған ғой енді адамның сүйегі. Білдіңіз бе? Біз сондықтан келешекте негізі ол жерді жақсылап қоршап қою керек. Білдіңіз бе? Тағы кім біледі, біреу ол жерден топырақ алуы мүмкін, құрылыс салуы мүмкін. Тағы бір оқиға маған Әбуәли Ағдарбеков деген ақсақал болды. Балқаштың алғашқы құрылысшысы, сол жаңағы жоғарыда айттым ғой, жұмысшы әулеті деген хабарды жасап жүрген кезде қаланы аралап жүрміз автобуспен телестудияның. Бір күн айтты, астапыралла деді,
анау стадион қазіргі үлкен, соның әр жағында осы жерде қаптаған бейіттер тұрушы еді деді. Сосын мен айтам, қазір қайда кетті енді ол деймін. Күреп тастап үй салды ғой дейді. Білдіңіз бе? Ал енді алғашқы сол жерден салынған үйдегі кейбіреулер айтып жүреді екен, ана түнде айғайлаған дауыс естиміз деген сияқты сондай қорқынышты нәрселер. Енді көбі көрген ғой. Бейіт болған, бейітті күреп тастаған. Біз өзі сондай бір керемет қорқынышты түс көріп, соның үстінен өткен адамдар сияқтымыз халқымыз. Сондай Балқаш қазір енді өсіп өркендеп келе жатыр ғой. Алла қуат берсін, келесі ұрпаққа аман болсын. Аштық деген ондай жамандық болмасын деп ойлаймын. Тілеймін. Өртесіңнен дамылсыз толқын өріп, сарыарқаға жатасың көрік беріп, асқақтаған алыста бектау ата, айдының ашомылар жүзін көріп. Сұлу Балқаш киелі, сұлу Балқаш жаныма ұялаған, қайық болып кезеді қияларман, күміс қармақ секілді Балқашым-ай, сауырына арқаның сия қалған. Келбетіңнен жыр оқып сыр түйемін, маған қымбат туған жер әр сүйемің. Түспесе деп тағдырың талапайға, қайғы мұңға өзіңмен бір күйемін. Ақ толқындар жағаға жарысатын, теңіз мінез текті мол жарасатын, арпалысқан ақ жалдар қайда кеткен теңіздей парасатың. Көкше көлім көркіңе бас иемін, азайды ма сенің мол қасиетің, адамдардан жатырсың сауға сұрап, көл ананың баспа деп қасиетін. Жаңағы Әлихан Ақсақал, Іспи Мұхамбет Жәнібекұлы деген кісі бар, Темірқан Рақышжанов деген кісі, осы ақсақалдар. Мен келдім осы жерге, осы кісілер алып келді, оның автобуспен бір келдік, машинаменен. Сонда ол кісілер көрсетті маған. Ол ашаршылықта, осы төңіректе жаңағындай қайтыс болған аштықтың құрбандары әкеліп, осы жерлерге, осы Қарамұрзың мынау күншығыс жағына жерлеген екен. Осы бір енді қырдан жаңағы көп аш адамдар қаптап келіп жатқаннан кейін бала шаға бәрі босып түгел Сталабайдың асхананың төңірегін жаңағы аңдып жүреді. Содан төгілген жүгінді нені іздеп. Солай ғой. Соны енді оның бәрі сол бір анау инфекция, бір ауру тарап кетеді деп, содан жаңағы жергілікті жаңағы комбинаттың басшылары бар, солардың сөйтіп істеп жүргендері ол. Соны бәрін түгел бала шағалардың бәріне нан береді екен, жұмыс береді екен деп неменеде хабарландырып айтып, содан кейін оны бөрілтөбек алып кететіні. Соның алдында жаңағындай тегін нан береді, оған жаңағы күшәлән қосып, ояқта күшәлә қосып, содан уланады олар. Енді бұл болған нәрсе ғой енді. Әлекең айтты осын маған, осындай естелікті бірнеше рет. Әлихан Жәңгіров ақсақал. Рас енді ол нәрселердің бәрі. Енді ол уақытта жаңағы көп адамдар келіп, аш адамдар бұралып жүре береді, одан бәрі қашады. Қазір мысалы шынағы бомж деген бар ғой, соны оны елде қорқады ғой, жорламайды. Ауруы бар ма дейді. Енді бұл аштыққа ұрынған адамдардың да ұсқаны жаман болып кетеді ғой, азып. Соны кейін аштыққа түскен адамның ол өз санасынан да айырылып қалуы мүмкін. Өзінің балаларын өздері сатып жіберіп жүргендері де ол бір неден емес қой, мейірімінің жоқтығынан емес. Ол уже сана сезімін өзінің адами санасынан айырылып, уже аштыққа деген ұрынған нәрсе жаман ол. Аузына түскен нәрсені жеген. Сол кезде солардан құтылудың бір амалы жаңағындай жасап жүргендер. Күшелі қосып, нан таратып, содан уланып, өледі. Одан ана бөрілтөбеге салып жібереді, содан бөрілге мінгенде қандай 200 дейме бір талай бала мінеді, бала шаға бар. Бірақ банаған бөрліге жетпейді, көбі қырылып қалады жолда. Бар ғой, жаңағы қабірісіндегі зұлматта мен сонда жазылған оның бәрі. Оның бәрі ойдан шығарған шаруа емес, түгел үлкендердің жаңағы өздерінің көзімен көргені, бастарынан өткен оқиғалардың. Мынандай бір дөң, осы бір дөң қойдым осындай. Осы жерге келіп, Әлекең отырып,
Әлихан Жаңгіріп ақсақал отырып Құран оқыды. Сондан айтты, болашақта бір белгі қойсаңдар, ашаршылық құрбандарына арнап, әрі өткен бері өткен деп бет сипап Құран оқып жүретін, Аллах бір жазайтын деп айтқан еді. Я, мен негізі осы белгіні көргенде, осы бірнеше жыл бұрын, мен былай кішкене таң қалдым да, өйткені осы Қазақстанда бойында мен бірінші рет көріп тұрмын осындай белгі, осы ашаршылық құрбандарына арналған осы жақын белгі. Өйткені енді Астанада бар, Алматыда бар, басқа қалаларында бар ғой, да? Осындай бір памятниктер. Осындай бір далада, осы жерді белгілейтін, осы жерде болған. Бірінші рет көріп. Сосын менің ойымға енді осы сондай белгі нені білдіреді, я? Осы Балқаштың адамдары осы ашаршылық болған біледі, біріншіден. Екіншіден олар естерінде бар деп. Естерінде қала ма? Естерінде қалады деп, бар деп. Осындай. И сосын біз көбісі осы жас балалармен сөйлескенбіз де, осы Балқаштықтар. Олар көбісі айтады, біздің ата-бабаларымыз Балқашқа ашаршылық жылдары келген деп. Көбісі, осы 15-16 жас балалар. Олар ашаршылық туралы айтады, сөйлейді. Естерінде бар деген сол. Осы Қарамұрын деген төбе ғой осы біз. Енді осы жерме. Осындай бір ойынға деп тоқтап Құран оқыды ол кісі. Жарықтық. Кім біледі осы жерлер ме? Асықпаңыз. Енді осы төбенің бауырына, осы мынау күншығыс жағы, осы жерлерге сол үлкен ұра қазып сол жерге жерленген дейді. Енді ол кезде дәл сондай белгі қойылмаған ғой. Енді жаңағы Әлихан ақсақал өздері көзі көрген кезінде соны маған осына көрсеткен. Болашақта ескерткіш бірдеме қойсаңдар, осы маңға қойсаңдар болар еді. Аштықтың құрбандары көбін осы жерге сөйтіп ұра қазып жерлеген еді деп. Нақты қай жер көрсеткен ба, айтқан ба? Қалай ойлайсыз қазір бұлай далаға қарағанда? Көп жыл өтіп мен өзім қодым. Бұлай қараған, енді ертең бір археологиялық қазба жасасақ, примерно қай жерін көру керек? Дәл олмық сон мына осы жерде оны өйтіп қадақ аққан жоқ ешкім. Ол кісілер де солай деп айтты осылай. Осы Қарамұрынның осы күншығыс жағы деп. Мына бір жерде деп айтса онда. Енді сол кезде білсе, біз ойымызда жоқ қой, әйтпесе сол кезде бір тас қалақ қойса да болар еді. Ондай да жасағымыз жоқпыз ғой. Көрдік, Құран оқыттық, қойыттық. Енді бұлай қарағанда осы ғой, осы жер. Мына жерлер болуы мүмкін, осының іргесі болуы мүмкін. Осы жер. Өйткені мынау төмпешіктер өздерімен өзі бар мына жерде, дұрыс қой. Енді қазбаған, қазуға болған осы ана жерден. Бұлай ана жолы. Негізі көріп бұлай жүрсе көрінуі тиіс, өйткені анандай қазылып көмілген нәрсе болатын болса, топырағы көрініп жатады ғой. Көрініп жатады, қазылып көмілген. Тіпті қалмақ заманындағы көміп қойған нәрселерде көрінеді ғой. Таспен үйіп қойған неғып. Сондай бір күмән туғызатын сондай бір демелер астында жатуы мүмкін. Сіз ана жолы, ана 90-шы жылдары қай жерде болдыңыз? Осы
жоқ мына осы бір жеңіл өспіріммен келіп құран оқыды осы мінекей осының іргесінде жатыр деді. Түсіндіңіз бе? Енді сонда біз ойымызда болмаған сол жерге бірдеме қойып қойғанда. Иә. Тас бірдеме апарып қойсақ, ең құрмаса. Тасты да алып кетеді ғой бірақ. Енді былай қарағанда енді осы маңда енді бітті. Осы не болса да уже осының төңірегі осы жер бітті енді басқа. Ол енді металл емес, оны іздеп таба алмайсыз. Металл искательменен. Соны енді ол алған жерге қойған памятник ол таза символический ғой енді. Ол символикалық енді, иә, түсінеміз ғой. Белгі қойдық деген сияқты. Иә. Нағыз жатқан жері осы маңда болу керек. Жақсы. Иә, Қайттық па? Қайттық. Осы жерге енді мен 3-ші рет па, 4-ші рет келем. Иә, көрдіңіз ба, ақсақалдар? Сізге айтты, осындай, сіз бізге айтып жатырсыз. Енді осылай осы айтады ғой. Қайда? Естілік. Иә, естілік. Сол ғой. Қарамұрын деген төбелер осы. Иә. Балқаш өш жерден басталған деп. Қай жерде бана памятнигі бар ғой? Ана жерде бар. Иә. Көк мұржадан, көк түтіні қоздаған, көгі көшіп, көк аспанда тоздаған, көні кеуіп тарылғанда тынысы, көл ананың көкірегі сыздаған. Көк жүзіне зер саламын телміріп, көк түтінен кетпесе деп сел жүріп, көгершінде шағалада қалған ау, көк түтінге қанаттарын күйдіріп, көре-көре төзер емес көздаған, көк жөтелім көкіректе қоздаған, көк түтінне нәсіптеріп жүрсек те, көгім дойнап, төнеді бір сормаған. Көк жусаным қурағалы көп болды, көк теңізден, көк серкеде көштенді, көтер алмай осыншалық қайғыны, көрместей боп құстарым да кеткенді. Көре алмай-ақ жақсылықты көктемді, көк тәңірге жеткіз алмай өкпемді, көк теңізге мұңымды айтып дариғай, кетер мекем теккенді.